Хайырлы күн, құрметті достар, көрермендер. Бүгін біз Түркістан қаласынан 40-50 шақырым жердегі Достық ауылына келіп тұрмыз. Бұл Достық ауылы әуелгіде ауыл болмағанымен, мына оралған Иран ауғаннан келген қандастардың осы жерге шоғырлануымен бұл жер ауыл болып қалыптасты. Сол жайлы кішкене мағлұматпен бөліссек деген ойдамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Біз мына жерде осы Достық ауылының ең алғашқы тұрғындарының бірі Мамат ағамызды сұхбатқа тартып жатырмыз. Бұл кісінің руы Шеркеш, аға солай ма? Дұрыс. Ағамыз енді осы ауылда ертеден жаңағыдай бастапқы ауылдың құрылған кезінен бастал осында тұрған себептен осы кісіден сұхбат алуды жөн көрдік. Аға, бірінші сұрағымыз, Достық ауылы сіздерден бұрын болған ба, осы оралған қазақтар келмей тұрып? Жоқ, болған жоқ. Біз келгеннен кейін болған бұл Достық ауылы. Одан алғаш болған емес, осы бізге салып берген осы Достық деп осыны. Иә, біз 93-те келгенбіз. 93-те келдім, бірақ 94-те сөйерде қалып кеттім. Бірақ алғашқы 104 сам едік біздер келгенімізде осы жерге. Қалғаны қалды, келгені келді. Жағдайы түзулер кетіп қалды, жағдайы жоқтар қалды осы жерде. Біз бұл келген кездеріңізде үй болмады бұл жерде мүлде? Жоқ, үй жоқ еді. Үй жоқ еді берді. Біз келгенде үй болмаған. Бұны мына үйлерді бізге салып берген осы. Сіздерге көмек ретінде мемлекет тарапынан жергілікті тұрғындардан бір көмек болма, қандай істер атқарылды, үй салуға көмек берілді ма? Бізге осы үкімет көмек берген, осы үй салып берді. Басқа көмек берген жоқ бізге. Иә, біздерге мал береді деді, мал да берген жоқ. Иә, біздерге ол көмек болған жоқ. Үйдің, менің түсінуім бойынша, үйдің жаңа құрал жабдықтарын берді, қалған өздеріңіз асарлатып салдыңыздар. Осы дивалын көтеріп берді. Үстінде құрал жабдығына ағаш шипырын берді, өзіміз жаптырды осы. Біздегі үшінші сұрағымыз, келгеннен кейін не тіршілік жасадыңыздар жалпы осында? Біз келгеннен кейін тіршілігі сол біразырақ жер жертіп берді үкімет. Соны айдап, арығын алып берді, соған қауын ектік. Қауын, қарбыз, әйтеуір помадыр, көкегін ектік. Соныменен сол бір жылды күн өткіздік әйтеуір. Жақсылы жаманды әйтеуір өтті. Қай жылға дейін жалпы осы жағы өмірге деген күрес болады ғой, жаңа өліп қалмау үшін жаңа өмірлік күрес дейді, орысша выживание дейді. Сондай жағдайда болдыңыздар. Қай кезде кішкене жағдайлар кішкене дұрысталып, тамақ тауып дегендей болды? Сол балдар жеткесін, жетісті мен 93 балам еді. Сол 17-16-ға келгеннен кейін сол баламмен екеуміз жұмыс істеп, аяқ-мыняққа жұмыс істедік. Астанаға шейін жұмысқа бардық. Сонымен күн өтіп, содан кейін тауыр болды. Жаңа толқынның өсіп жетілуімен осы сәл-сәл не болды, жағдай жасап. Иә, сонымен жағдай жасап кеттік, сол балдар ер жеткесін. Қазіргі ауыл жастары қайда жұмыс істейді? Осы ауылда жұмыс орындары бар ма, әлде шетке кете ме? Бұл ауылда жұмыс жоқ, жұмыс орны да жоқ, жұмыс та жоқ. Мына ексе егін егет, 1 гектар, жарты гектар жерлері бар, 2 гектар жерлері бар. Соған егін егіп бір күн өлтеді. Бұл жас балдар бүйірде жоқ. Алматы кеткен, Астана кеткен, Ақтау кеткен, әйтеуір сол далада қой балдар. Бүйірде жұмыс жоқ. Қара шаңырақ ретінде келіп тұрады бұл. Иә, олар сол бір жылда, 6 айда, 5 айда, 3 айда әйтеуір келіп тұрады балдар. Басқа жұмыс жоқ. Жаңағы сіз айтқан жерлер үкімет тарапынан берілген ба егіндікке? Адам басына берілді ме? Адам басына 50 соттықтан берді, жан басына 18-ге толғанға берді. 18-ге. Мен өзім 8-9 адам едім. Сол 1,5 гектар жер берді. Үшеуміз әйтеуір жетіскенгенбіз. Сол 3 адамға 1,5 гектар жер берді. Оған неге соған тараптар да бармайды. Бастапқы кезге қарағанда енді әзірге бірақ Аллаға шүкір деп. Аллаға шүкір, болып жатыр. Балдар ер жеткесін, күн өтіп жатырмыз. Күніміз жақсы, жаман емес. Сұхбатыңызға көптен көп рахмет. Ауылдарыңыз көркейе берсін. Айтқаның келсін, рахмет. Сізге көптен көп рахмет. Бұл бір тарих дейді ғой, жағы, осы ауылдың шағын бір мағлұмат. Ай, машаллах.
Мына ауылдың жігіттері нағыз. Бұрынғы достықтың адамдары мен қазіргі достықтың нелерінде қандай не байқайсыз өзіңіз? Бұрынғы мен қазіргі дейсің ба? Бала кездеріңізде жалпы осы Бала кездерімізде көршілер бір-бірімізге көп баратын. Үлкен аналарымыз, әкелеріміз деген сияқты аға әпкелеріміз көп жүретін. Иә. Қазір ондай заман қалды ғой. Қазір барыс-кес азайып жатыр. Бұрынғыдай емес. Сондай. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على жедел жетіппіз, артынан жүріп арманның ауылдан шығып кетіппіз. Арайын төгіп аспаным, араласамдай жер-жерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Арайын төгіп аспаным, араласамдай жер-жерді, атозған ауылдастарым, сағынып жүрмін сендерді. Қонатын көлдің бетіне, түнгі аспанның даусағындым, түнейтін соның шетіне, құрдастарым даусағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Жусаны жұпар ауылмен көшемнің шаңын сағындым, ағайын туыс бауырмен шешемнің шайын сағындым. Айтқандай дауысын төлдің сағындым. Ауылдан көшсең көш керуен, қалада өрле өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан ауыл көшпейді. Ауылдан көшсең көш керуен, қалада өрле өсмейлі. Ауылдан адам көшкенмен, адамнан. Құрметті көрермендер, осымен біздің достыққа жасаған сапарымыз аяқталуға жақын, және де біздің бір түйіндеген нәрсеміз
Ауыл белсенділерінің айтуы бойынша Достық ауылы 92-93-те құрылса да 2021 болса қазіргі жыл әліге дейін бұл ауыл картада көрсетілмеген және де шешілмеген мәселелер де баршылық. Бұл ауылдың белсенділерінің айтуынша кішкентай балдарға бір алаңқай салынса ойнайтын және де жастарға, әйел кісілер, ер кісілер болсын, жұмысқа қабілетті жандар бар, сол кісілерге бір жұмыс орындары ашылса деген ниеттері бар. Ауылдың негізгі шаруасы, жұмысы мал шаруашылығы, кейбір кісілер егін егумен айналысады екен. Құрметті достар, әркім өз ауылын бағаласа деген ниет бар бізде. Ауылдарымыз аман болсын, ауылымыз көркейе берсін. Ауыл руханияттың ошағы деген жөн болар. Жақсы, келесі кездескенше қош аман.